Assalamu alaikum қыздар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында бір жасағаннан керемет болып шығатын бургерлер дайындайтын боламыз. Алдыңғы видеода бургерге арналған жұмсақ булочкалардың рецептісімен бөлістім. Описание бөліміне сілтемесін қалдырып кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ең алдымен котлеттерімізді дайындап аламыз. Бізге ең бірінші қажетті нәрсе фарш. Менде сиыр етінен қатты майлы болып қажет емес. Кішкене ғана майлылығы жетеді. Фаршымызға ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Қолмен ұсақтап турап алсаңыздар да болады. Болмаса блендерге салып ұсақтасаңыздар да болады. Үстінен 2 ас қасық крахмалымызды саламыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. Жұмыртқамызды жарып саламыз. Менде жұмыртқа кішкентай болғандықтан 2 салдым. Үлкен болса 1 салсаңыздар да жарайды. Енді ең маңызды қоспасы бұл кетчуп болып табылады. Кетчуп қосып, дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, котлеттеріңіз сочный, керемет, ерекше дәммен шығатын болады. Енді осыны жақсылап араластырып алатын боламыз. Қасықпен араластырсаңыздар да болады, бірақ маған ыңғайлысы қолмен араластырған. Мұжып, жақсылап араластырыңыздар. Біздің фаршымыз осындай болып шығады. Енді әр котлетіміз әртүрлі болып қалмас үшін бургердің булочкаларын өлшеп алғандай котлеттерімізді де өлшеп аламыз. Дәл осы кезде ыдыста майларыңызды қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Примерно 100 граммнан алсаңыздар болады. Менде алғашқы котлетім үлкенде болып кетті. 100 граммнан алсаңыздар жарайды. Қолымызбен енді осылай етіп дөңгелек формасын келтіріп жайып шығатын боламыз. Қатты жұқа, қатты қалың қылып емес, 1 сантиметр көлемінде жайсаңыздар болады. Котлеттерді кішкене үлкенде қылып жайыңыздар, себебі піскеннен кейін көлемін кішкене кішірейтетін болады. Қалған котлеттерімізді де дәл осы тәсілмен қолымызбен жайып, дөңгелетіп, қызып тұрған майымызға салып қуыратын боламыз. 2 жағын қып-қызыл қып қуырып алыңыздар. Мен кішкене күйдіріңкіреп қуырдым. Барлық котлеттерімізді өлшеп, қолымызбен жайып, қызып тұрған майымызда 2 жағын қызартып қуырып алатын боламыз. Қыздар, қуырылған котлеттеріміздің ортасы толық пісу үшін противеньге салып 180 градуста 10-15 минут пеште тағы да ұстайтын боламыз. Бургерлерімізді жинауға кірісеміз. Бізге қажетті салмалар: тұздалған қияр, осындай салат жапырағы, қызанақ, сыр. Менде эмир сыры, басқа сырдыларды пайдалансаңыздар да болады. Жаңа өзіміз жасаған котлет және де соусына майонез бен кетчуп жақсылап араластырып аламыз. Кішкене зәйтүн майын қосып жіберсеңіздер тіпті керемет болады. Бірақ зәйтүн майы міндетті емес. Қыздар, булочкаларды осындай пышақпен кесуге тырысыңыздар. Ал егер де бұндай пышақ болмаса, жай пышақтың өткірімен кескендеріңіз дұрыс. Орталарынан бөліп аламыз. Дайындап алған соусымызды булочкамыздың астыңғы бөлігіне де, үстіңгі бөлігіне де толық жағып шығатын боламыз. Аз мөлшерде, көп мөлшерде жағу өз еріктеріңізде. Бургеріміздің үстіне бірінші салат жапырағын, одан кейін котлетімізді орналастырамыз. Кейіннен тұздалған қияр, қызанақ, соңынан сырымызды қойып, булочкаларымыздың үстіңгі бөлігін жабатын боламыз. Бургердің салмасын өз қалауларыңызша өзгерсеңіздер болады. Енді осындай шпажканың көмегімен бургерлеріңізді қыстырып қойсаңыздар,
салмалары жылжымай әп-әдемі болып тұратын болады. Қыздар, бізде осындай керемет бургерлер шығады. Ең бастысы үй жағдайында балаларыңызға, отбасыларыңызға жасап бере аласыздар. Фастфуд орталығындағы бургерлерден де дәмді болмаса, еш кем түспейді. Қыздар, осы рецептпен бір жасағаннан кейін басқа рецепт іздеп әуре болмайсыздар. Нағыз мастер-класстағы рецепт. Жасасаңыздар, жасағандарыңызға еш өкінбейсіздер. Сондай сочный, керемет болып шығады. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, мені қолдап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!